Бүгін жастарымыз дәуір менен тең қадем тасламақта. Яғни инновациялық идеялар бағдарында ilmiy істерді амелге асырып, халқымыз үшін пайдалы болған үскенелерді ойлап тауып, оларды өндіріске енгізбекте. Осындай талантлы жастарымыздың бірі Наджибулла Қалиев. Ол жақында Ташкент қаласында болып өткен халықаралық инновациялық ярмаркасына өзінің істеп шыққан ысту үскенесімен қатынасып қайтты. Біз қазір сіздермен бірге инновациялық жаңалықтар рубрикасында Наджибулла Қалиев тарапынан істеп шыққан бұйым хақындағы сәубетін біргелікте тамашалаймыз. Елімізде инновациялық идеяларды hamda технологияларды рауажландыру бойынша бірқатар істер әмелге асырылмақта. Жақында ғана Ташкент қаласында Инновик атамасындағы инновациялық ярмарка болып өтті. Осы инновациялық ярмаркаға Қарақалпақстанлы бірқатар жастарымыз өздерінің инновациялық идеяларымен қатынасып, жоғары нәтижелерге ерісіп қайтты. Біз бүгін рубрикамыз арқылы осы инновациялық ярмаркаға қатынасып, жоғары нәтижелерге еріскен жастарымыздың бірі Қалиев Наджибулла менен осы бағдарда сөйлесеміз. Наджибулла, сіз осы ярмаркаға жақында ғана табысты қатынасып қайттыңыз. Осы ярмарка хақында, сондай-ақ осы ярмаркаға қатынасқан инновациялық идеяңыз хақында айтып берсеңіз. Ташкент қаласында 23-26 октябрь күндері халықаралық инновацион ярмарка болып өтті. Бұл жерде Қарақалпақ мемлекеттік университеті атынан барып келдік. Яғни бұл ярмаркаға қатынасуымызда бірінші кезекте ярмаркамыздың абзалдық тәреплері халықаралық өзі айтып тұрды. Халықаралық, яғни шетел инвесторлары һәм қоңсы республикалардан көптеген қызығушы инвесторлар келіп, біздердің іслемелерімізбенен терең қызықты. Енді бұл жерде біз ысту үскенелерімен қатынастық. Яғни қазіргі уақытта фермер қожалықтарына, ауыл қожалықтарына һәм жеке үй-жайларға мөлшерленген іссыққаналар, яғни іссыққана іслемемізбенен һәм сол іссыққанаға мөлшерленген ысту қазанымызбенен қатынастық. Бұл ысту қазанымыз пропан, яғни газ баллонменен жанып, яғни сұйылтылған газ баллонға мөлшерленген болып, 80-100 метр квадратты қыздыруға, яғни ыстуға мөлшерленген. Һәм бұл іслемемізді толық макет сипатында апарып, сол жердің өзінде құрып, инвесторларға көрсетіп, һәм ысту қазанымызды сол жерде газ баллонменен жағып, һәм яғни ыстыру процесін көрсеттік. Бұл іслемемізге көплеген уәлаятлардан, көплеген шетел инвесторлары һәмде қоңсы республикалардан көплеген қызығушылықтар болды, һәм сұраулар болды. Сөздегі сол ярмарканың жетекші комиссиялары, яғни білімлі алымлары іслемемізге қызығушылық білдірді. Ярмаркаға қатынасқан қатынасушылар тарапынан сіздің істеп шыққан үскенеңізге ұсыныстар болды ма? Һәм сіздің істеп шыққан үскенеңіз хақында қандай пікірлерін білдірді? Әлбетте, қатынасушылардан ұсыныстар болды, яғни инвесторлардан. Қазіргі уақытта Америка Құрама Штатынан инвесторлар қызығып, яғни Өзбекстан Республикасында ысту ысыққаналары, яғни теплицалармен істесу һәм соларды ысту машқаласымен бізге ұсыныспен шықты. Бұл жерде біз тек қана сұйылтылған газ баллоннан тысқары шығымды май һәм жанылғы отын, көмір һәм газ жанылғыларға масласқан ысту үскенелерін ұсыныс еттік. Бұл жерде біз жанылғы, яғни шығымды майларға, яғни отработка майларға мөлшерлеп ысту қазаларынан істегенбіз. 2 литр шығымды майменен 500 метр квадратқа дейін, яғни 1 сағатта қыздыру мүмкіншілігіне ие болдық. Көмір брикетіне, ангрен көмір брикетлеріменен қазіргі уақытта жағу, олардың ысылық беру процесі сәл төменлегені себеплі бізде оны жоғары дәрежеге алып шығуға ерістік. Һәм бұл көмір брикетлеріменен
ыстуу казанынын абзаллык тарепин көтөрүп чыктык. Сөзіңізден аңлап тұрғанымыздай, сіз іслеп шыққан жылыту үскенесі шығынды майлардан, көмір брикетлерінен, газ баллонлар арқалы ысыту мүмкіншілігіне ие екен. Соның менен бір қатарда апуайы котеллардан бұның артықмашылықтары хақында да айтып берсеңіз. Бұл ысыту үскенемізде дерлік, яғни ішкі құрылыслары, ішкі құрылмаларын біздер қайта жойбарлап, 2 жыл давамында біз бұл менен шұғылланып, алдыңғы тәжірибелерімізді еледе байытып, көплеген аналыкларды, тәжірибелерді үйреніп, біз өзіміз қайтадан жойбарладық. Һәм бұл жойбарлауымызда қазіргі пайтта істетіліп отырған ысыту үскенелері, яғни котеллардың қазіргі біз істеп шыққан котеллдан кемшілігі, біз ысыту, яғни газден шыққан хәурді, яғни температураны көплеу алу 70-30%, яғни 70 бұл сол ысыту қазанына берілуі һәм 30% шығып кетуін тәмеледік. Келің енді осы инновациялық үскенеңіздің іслеу принципіменен танысып шықсақ. Бұл үскенеміз өз кезегінде ысыту қазан, яғни ысыту қазанынан барады, һәм ысыту қазанымыз 80-100 метр квадратқа мөлшерленген болып, сол майданды ыстады. Енді бұл жерде 5 ғана батареямыз, яғни радиатор деп атаймыз. 5 радиаторымызда har қайсы 3,5 литрден су көлемі бар. Ал ысыту қазанымыздың өзінде 20 литр суымыз бар. Сол ысытуымыздың себебі су өз кезегінде ысып, тең баланста, яғни тең көлемде радиаторларға бөлістіріледі. Сол бөлістірілу нәтижесінде тең басым сипатында өзінің табиғи айлану циркуляциясыменен ысыту имканиятына ие. Сұйылтылған газбенен 15 күн давамында тынбастан жанады. Бұл газымызды үнемдесек, яғни 15 сағат, 16 сағат жағатын болсақ, 25-26 күнге жетеді. Бұл сұйылтылған газымыз. Енді бұларды істеуіміздегі текарға нәтижелі факторымыз бұл үстемеміздің ысылықты көплеу өзінде алып қалу һәм бұның ішкі конструкцияларының қайта жойбарлануы. Бұл ісленбемізбенен қазіргі уақытта тоқтап қалу ниетіміз жоқ. Қазір бұдан басқа да және ысыту қазанымен шұғылданып жатырмыз. Бұл елде экономлау, ауыл қожалықларына, газ жанылғысы жетіп бармаған жерлерге біздің мақсатымыз сол ысыту қазанымен тәмінлеп, һәм 15 күн, 25 күн давамында қыздыру имканиятын беру мақсатымызда. Қазіргі уақытта бұл ысыту үскенеміз 80-100 метр квадрат дейміз. Демек бұл 2 қаналы һәм 3 қаналы жер майданаларды ысыту имканиятына ие. Жойбарым негізінде ilmi жұмысым есапланады. Осы ilmi жұмысларымызды қазіргі уақытта президентіміздің ilm пәнге көплеп итибарды ажыратып жатқаны һәм бұдан тысқары жас алымларды қолдап қуатлау, жастарды қолдап қуатлау көплеген қарарлары бізге қосымша күш-қуат болды. Һәм осы инновацион жылда жастар ауқамы тарапынан белгіленген минетлерімді жас алым сипатында ilmi жұмысларымды inovatқа алып, сол ісленбелі жойбарларымды inovatқа алып, жастар ауқамы тарапынан жастар үйіне де ерістім. Жетіскерліклерім, сол минетлерімді, яғни бұл ilmi жұмысларымды еледе жетілстіру һәм бұдан тысқары басқа да ісленбелер, яғни жойбарларды алға енгізуді жойбар қылып қойып. Инновациялық идеялардың жемісі бұл әлбетте оның нәтижесі һәмде әмелге асуында болып табылады. Біз бұны Нәжиболланың мысалында көріп тұрмыз. Демек солай екен, әзиз жастар. Осындай жастарымыз қатарында сіз хан болуыңыз мүмкін. Біз сізді кейінгі рубрикаларымызда күтіп қаламыз.